Кен күмәнсіз жоқ, сәл ұзап барады, соған қарағанда 500 метр қашықтықтан басталатын 9 шақырым. Сонымен міне 100 метр былай тұрып бастайды. қоя берді. Тілек тізгін деген. Жаңа біз айтып өткен Тайсонның нөмірі 7-ші, ол да топ бастаушыларды жіберіп Шағымен бұйрық кетіп бара жатыр, екінші орында. Қалды құрметті көрермен, міне Талдықорған ипподромында бәйгеден Қазақстан чемпионатының соңында қалғандар қазір ақырындап топқа ілесе бастады. Мұндай жағдайда шынында да айналым 3,5 айналым болғандықтан да бұл өте келе қашықтықты артқа тастай келе нағыз мықтылар іріктелетін шығар. Алда Тұқынан сияқты, қазір онда біз нақты шабы алаймыз. Жоқ, Торғынан екенін байқап отырсыздар. Бекзат Тілдіхан. Жоқ, 5-ші бұлбұл емес пе? Бұлбұл. Жоқ, 5-ші. Иә, бұлбұл. Бұлбұл. Осының алдында Алматыда өткен кезеңде кейінгі сұрақ дегенде неге осы жолда шында да бұлбұл сондай бір қасиетке ие екен, оны да шамалаймыз. Ал міне екінші кетіп бара жатыр. Қазір қарлығаштың кішкене Жұлдыз құйрығы ары бері осы атқада. Жоқ, құйрығын түйіп байлап қойған, сол үшін сондай кетіп тұр. Жоқ, бастады және тура жұрттың алдына келеді қазір. Қарлығаш жұлдыз. Фотофиниш. Солай болады. 27, 16 және нешінші? Неге? Тамаша. Қарлығаш жеткізбейтін сияқты. Тамаша. Қазір жұрттың алдына келді. Міне, нешінші? 23 жұлдыз жағып өтті қазір жұрттың көз алдынан. Жұлдыз, одан кейін Қарлығаш және үшінші. Бір шаршап қалған сияқты көрін, жоқ олай емес екен, алдамшы болып шықты. Әттең Танып отыр. Ал Ислам, бүгінгі бәйге қалай өтті? Жеңіс пе? Мен бәйге отымның атыма сенімді болдым. Өш қат деп. Отыра бердім де қамшырып айдап, алдына шығып бірінші келдім. Бапкерім аты Бауыржан. Бауыржан мырза саған айтып өтістерін айтты ма? Дергезінде? Айтты. Кім сенің басты қарсыласың болды бүгінгі? Сің болдың ба ең бастысы? Мынау қазір балшық болды, міне бет аузыңның бәрі балшық болып тұр. Өзіңе атың жұлдыз, аты атыңның. Бұрыннан білесің ба, бұрыннан? Бастап шабатын балам. Тамаша, өзің жасың нешеде? 14-те. 7-ші сынып оқисың, Тамаша, неше жасыңнан бастап осы шапшы бәйгең бүгін қатысып атқан? Санаған жоқпын. Біраз болды ма? Иә. Бәйгеден жаттықтырушы болғың келеді? Иә. Керемет, жеңімпаз болып тұрсың. Қандай әсердесің өзің? Мен әсер өте қуаныштым. Өзіңнің ата-анаңа, бауырларыңа, сенің сыныптас достарыңа, ауылдастарыңа қандай сәлем жолдайсың? Жеңіс құтты болсын. Жеңіс құтты болсын. Тамаша, ал міне қазір біздеміз керемет. Бүгін Талдықорғанда таңертеңнен бастап жаңбыр жауып тұрған. Дәл қазір жолына шыққанда жаңбыр да тоқтады, аспанның өзі ашылды. Табиғат ананың өзі бүгінгі бәйгені. Менге де мұнда жиналған жанкүйерлерге де жақсы бір әсер қалдыратындай жағдай жасап тұр. Жұлдыз, сонымен жеңімпаздар толықтай анықтадық. Жұлдыз, Қарлығаш және бұйрық алғаш